сен орысша білмейсің деді. Ала алмаймыз деді, сен менеджер болып продажам оған да кіре алмай. Сол кезінде келген кезде қыздармен танысам ғой, балдармен араласамын. И сол кезде мені мамбетті біледі кәдімгідей. Аралассаң орысша сөйлемейтін біледі да қыздар. Қойшы. Сәлем достар, менің есімім Ердәулет. Бүгін видеода біз орыс тілі жайлы айтатын боламыз, сөйлесетін боламыз. Және де мен өз ойымды айтамын, өзім тәжірибемді айтамын, не болған, неге орыс тілсіз жұмысқа кіре алмаймыз Алматыда, сонымен қатар қалай қиын болып жатыр, қалай мен орысша білмей қалдым, сол сияқты қызықтар айтатын боламыз. Менің есімім Ердәулет, өзім таныстырып кететін болсам, жасым 22-де, қазір жұмыс істеп жатырмын, яғни үй саласында, пәтер саласында жұмыс жасап жатырмын, Құдайға шүкір. Жалпы мен қалай, неге қиыншылық болды орыс тілін айтатын болсам, неге мен одан бұрын, неге мен орыс тілі дұрыс үйрене алмадым, неге орыс тілі дұрыс сөйлей алмадым, соған келейік. Бірінші мектеп кезде оқыған кезде қазақ тілде оқыдық. Мен оңтүстіктің тумасы болғандықтан қасымда тек қана қазақи адамдар жүрді. Сонымен қатар одан бөлек менде болды, бірақ достар, орысша сөйлейтін адамдар болды қасымда. Бірақ та менің көршім орыс болды. Орыс болды, үлкен бір шал болады, мен мамаммен ұрысатын, сол кезде күніге қырылатын. Содан мен оны жек көретін кішкентай кезде, қорқып. Мен содан кейін мен орыстарға андай болатын кәдімгідей, жек көргішті, мысалы іштей жүректе андай ұнатпаушылық андай бар ғой. Сосын мен орыс тілді ұнатпадым одан кейін. Кейін бір ол кетті, жаймен осы студент болып, жасым 19-ға келген кезде ондай нәрсе кетті, ондай нәрсені ұмыттым мен, насист болды, яғни ол дұрыс емес екен, кейін онда ешқандай пайдасы да жоқ екен, шыны керекті. Сонымен жалпы мектеп кезде оқыған кезде, 11 жыл мектеп кезде оқыдым, орыс тілі сабақтарда болды, бірақ толықтай қазақ класста оқыдым, балдармен араластым. Ол кезде маған орыс тілі ешқандай керек болмайтын, даже сол кезде керек болмаған өзінде мен қазір қазақшаны таза сөйлеймін де айта алмаймын мен. Шала қазақ тілінде болады, орысшаны да қосамыз бізде кішігірім. Сол кезде негізі бізде оңтүстікте, яғни ең бір қызық жері орыстардың өзі, кәрістердің өзі қазақша сөйлейтін. Олар өзі қазақ танып кетті, олар кәдімгідей. Кәдімгі қазақша сөйлей береміз, олар қазақшаны бізден де жақсы біледі. Араластырма дейсіздер, сен орыс тілді араластырамыз ғой біз көбінесе. Мысалы өзім мен. Сонымен одан кейін сол кезде бір қызым танысқан болатын. Осы мен оңтүстік жақта. Танысып, мен орысша қиналып танысам деген, орысшам жетпей, ол кезде қазақша сөйлеп кетті ол қыз. Қалып өзі де. Қазақша сөйлесіп танысып, сонда қызықтар болып жататын біз жақта, оңтүстік жақта. Сосын мектеп кезде оқыдым, бітірдік, сосын универге келдік. Универге бірінші курс болдым. Бәрі ана жақта, бар жақтан келеді, оңтүстіктен, батыс, шығыс, солтүстік, Астана, Алматыдан келеді. Бәрі орысша сөйлейді. Ар жақта басқа елге келіп қалған сияқты, Алматыға бұрын келмеген ғой, бірінші курста келдім. Басқа әлемде бәрі орысша түсінбедім, не болды, Қазақстандан ба деді мен. Бір түрлі орыстар келіп, тек қана. Қазір Алматыда қазақ тілі көйіп кетті, мен байқадым қазір. Қазақ тілі өте көйіп кетті, қазақша да дамып жатыр. Мен ойлаймын, то что қазақ тілі уже дамиды, орыс тілі қалады. Қалай деп жатыр, қазір өзі байқап отыр. Тек қана бизнес саласында бет қолданбасақ орыс тілді, оны негізі былай қалып бара жатыр. Сол кезде бірінші курсқа келген кезде мен дос болумен бардым жұмысқа. Ол бірінші курстан бастап жұмыс жасайтын, келмей жатыр. Не бірінші курс емес, 10 класстан бастап. Мені алып барды, неге ресторанға кетіп жұмыс жасаймыз деп. Мен бардым. Ол кезде мен ағылшынша білетінмін ғой. Ағылшынша оқып жүргем. Орысшаны емес, ағылшынды үйреніп жүргем сол кезде. Ағылшын жақсы білетін, разговорный менде бар, сөйлей аламын. Барын ағылшын көрсеттім, қазақ тілін көрсеттім. Сен ағылшын керек емес маған деді, сол жақта ресторанда администраторлар. Сен орысша білмейсің деді, ала алмаймыз деді сен. Сол кезде бір тіл оқыдым, ағылшын үшін оқыдым. Ана жақта енді дұрыс қой, енді орыстар көп келетін болғаннан білу керек кішігірім. Бірақ орыс тілі керек, қатты білетіндей, тек қана күніге қолданылатын бір-екі сөз ғой ол жақта. Қатты білген керек емес қой. Бір қолданылатын бір-екі сөз осы ресторанда. Так соған жұмысқа кіре алмай, ана жаққа бардым жұмысқа, менеджер болып продажам оған да кіре алмай. Сол кезінде ресторан официант өзіне кіре алмаған дейді, мен қатты өзіме қапа болдым. Орысшаны мен соншалықты ағылшын неге оқыдым, мен кіммін деп. Сонымен сондай сұрақтар болып. Сосын қай жаққа бардым мен, мысалы складқа бардым,
Леруа Мерленге складмен. Оның өзінде орысшаны қабылдамады. Кәдімгі складмен болды, қарапайым жұмыс. Соған қабылдамады. Сосын мен банкке бардым. Андай банкте де қабылдамады. Одан кейін үйтпейт мен таныстармен ағамның досы кірдім жұмысқа банкке, телемаркетингке. Орысшаны қабылдамайды еді негізі. Қазақшамен қабылдады. Үйтпейт үйреніп кеттім кішігірім. Сөйлеп, ол кезде мен күлетін бәрі. Клиенттермен сөйлесем ғой. Қазақша орысша сөйлесем, бәрі күлетін, түсінбейді. Сен қазақша сөйлей салшы, орысша білмесең де бәрі айтады сол кезде маған. Ол кезде андай қызық болған. Мен сөйлесіп отырамын клиентпен. Айтамын мен өзім. Біздің андай болды, банкте страховка болады. Страховка, яғни сен кредитін төлей алмай қалсаң, сол кезде банк жауап береді. Жауап береді толықтай. Толықтай болмаса да 50-30% жауап береді. Сондай бір условиялар болған, жағдайлары, яғни. И сол кезде мен айтқам клиентке. Клиент сұрады, что это такое страховка? Так задал, сондай сұрақ қойды. Потом айттым мен, страховка это тогда, когда вы умрете, тогда банк закроет ваш все кредиты дедім да. Жарылып күлді адам. Клиент бар ғой. Сол кезде қызық болды. Бірақ былай қарасам орыс тілден енді керек қой енді кәдімгідей. Ондай насип болдым, орыста мынандай битті дейтіндей үйренбей қалудың керек емес деп ойлаймын шындығында. Енді өз тілін ұмытпау керек қой. Орыс тілі артық қалмай даму үшін, өсу үшін, международный бизнеске кету үшін Қазақстаннан шығып толықтай международный бизнесмен боласың ғой, сол кезде бизнесте керек болады ғой. Жұмыстан бөлек орыс тілі менде қиыншылықтар, мынандай қиыншылықтар болды. Қатты қиын. Мысалы мен бірінші курсқа келген кезде қыздармен танысам ғой. Балдармен араласам, и сол кезде мені мамбет төгілді кәдімгідей. Аралассаң ет, орысша сөйлемейтін біледі қыздар. Қойшы, нормально ғой, бұл араласып келеміз ше. Мен байқадым да, мен ойлайтын, мен қандай отношение бірнеке істедім ба, мынандай істедім ба деп. И соңында олар мен орыс тілімен мен андай деп ойлайтын, төмен білімсіз деп ойлайтын сол кезде орыс тілін білмеген үшін. Балдар, қыздар, балдар енді нормально ғой, балдар. Қыздар көп нәрсе орысша білмейтін болды десемен абыройын түсіп қалады оның көзінше. Сонымен қатар мысалы тек қана қыздар емес. Мен содан жұмыс істеп жатырмын, мен пәтер сатамын, не қыламын. Орыс тілді мен кәдімгідей күніге бір-екі сөздер білеміз ғой, қолданатын мысалы, сөйлесе алатын. Орысша сөйлесе алсақ та кішігірім бірақ та акцент байқалады да менде. И сол кезде де клиенттен уже не кетеді, мен клиенттің алдына доверием кетеді. Яғни ол маған сенбей қойды, ой мынаны не образованный, ой мынаны ішіне білмейді, орысша білмейді, ол қалай жұмыс істеп жатыр, осы уақытқа дейін жақсы жүрмейді деген сияқты. Сол орысша білмегендіктен мысалы өзін яғни сапалы білімді маман ретінде көрсете алмайсың. Сен көрсету үшін өзіңді білімді ретінде орысша сөйлеу керек болады. Сондай болды. Ал енді бірақ мен мынандай клиенттермен жақсы танысам, жақсы араласып кетемін. Жақсы олар. Оңтүстіктен келген, Ақтаудан келген, таза қазақша сөйлейді. Бірақ байқадым, жақсы болды көп нәрсе. Көп қазір Алматыда. Бұрын мен екінші, үшінші курста, бірінші курста қиналатын кәдімгідей. Бәрі орыспен сөйлеседі. Қазір қазақша сөйлеседі. Қазақтар көбейіп кетті. Қазір не бойынша, статистика бойынша мен көрдім жаңалықтан, егер қате болмаса 70%-ға жетті дейді. Қазақстанда 70%-ын қазақтар құрайды. Жәменгі уақытымен қойды бәрі. Сонымен шыны керек, мен орысша сөйлей алмайтынмын, өзімді төмен санамаймын. Сонымен қатар өзімді былай қалай второсортный дейді ғой, кәдімгідей. Ондайды өзім санамаймын олай. Маған өзім ұнайды болғанда қиналып акцентпен сөйлеген кәдімгідей. Мен тілдейміз қан, бірақ білу керек енді. Қызық та, өзіме қызық, өзім күлемін, өзім айтқанымда мен жұмыста отырамын, сөйлесем, олар бәрі күледі. Мен айтамын ғой, дұрыс айтпай қаламын, қиналып айтамын, сол кезде қызық, мен өзіме де қызық алып, басқаларға қызық. Бірақ андай бізден андай менталитет бар да. Осы орысша білмесе, ол өз маманның, яғни қалай айтсам екен, маман емес, білікті маман емес деген сияқты бізде сондай ой қалыптасады. Егер орысша білмесе, сондай қалыптасады. Ең үлкен нәрсе сол болып тұр. Олай барлығы жақсы орыс тілдері. Мен қазір бұрын орысшаны жеп көретін, ал қазір жаймен ұнап жатыр. Неге жеп көресің ол тілді, мысалы бақымақты екен. Егер тілді ұнатсаң, үйренеді екенсің ғой, егер тілді жақсы көрсең. Ағылшын маған ұнайды, сол үшін мен тез үйреніп алғам ағылшынды. Сосын
иә, қазір мен орысшаны салыстырып көрейік. Бүгіннен бастап енді жазға дейін маған орысшаны үйрену керек. Солай өзіме не қойдым, цель қойдым. Қазір көрейік, қазір орысшамды көрейік, қазір қандай уровеньде екен. Сіз де байқайсыздар, мен де байқаймын, сосын салыстыратын боламыз. Я хочу рассказать о себе, то, что я сейчас Я хочу рассказать о себе. Я 22 лет, мне 22 года, 22 лет. Я хочу рассказать о себе. Сейчас я работаю отдел продажи. Мы занимаемся, мы продаем, предлагаем клиентам все объекты, все квартиры, подберем квартиру по ценовой категории, по вашей ценовой категории. И вот так мы работаем, сделаем анализ, какая квартира вам лучше будет, какая недвижимость вам лучше будет, потом куда вкладывать свою сумму. Вот мен орысшам осы жалпы. Кеттік, жазға дейін көрейік орысшамызды. Сонымен айта кететін болсақ, енді қазір орысша білмесем де қазақи клиенттер жеткілікті. Қазақша білетіндер солардың арқасында мен күнімді көріп жатырмын. Пәтерімді де алып жатыр. Тезірек тіл табысамыз олармен. Орысша сөйлеп қалғандардан қарағанда тез тіл табысам. Солай бізде. Ал менде жұмыста қазақи клиенттер келеді, маған жібереді солардың. Яғни қазақи, оны қазақша сөйлейтін. Ал егер орысша білетін болса, мен көремін, бірінші мен жұмыс жасаймын, сосын барып менің коллегаларыма беремін. Болмаса өзім жұмыс жасай беремін олармен. Мен үшін қызықты ол. Реально қызық үшін. Сатылса да, сатпасам да қызық үшін солай істеймін.